Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен выпекпайтын печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналымды жоғалтпау үшін подписаться батырмасын басыңыздар. Сіздерге астында описаниеда берілген рецепті мен екі бөлікке бөліп жасадым. Жұмыртқа мен қантымызды жақсылап көпіргенше араластырамыз. Сары май мен шоколадты микроволновкада ерітіп, біз сұйық массамызға қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып, какаоны, разрыхлитель, ұн барлығын қосып, тағы да араластырамыз. Бізде ешқандай ұнның комоктары болмауы қажет. Мінекей біздің массамыздың сұйықтығы осылай болады. Пергамент қағазына өздеріңізге керекті диаметрде осылай сызып аласыздар. Сосын қамырымызды осылай құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 4-5 минут аралығында пісіріп аламыз. Біз піскенін шпажка тығып арқылы немесе зубочистканы тығып көрсеңіздер болады. Кремнің рецептісін төменде сіздерге сілтемесін қалдырып өтемін. Осылай біреуінің үстіне кремді жағып, екіншісін бетіне қоямыз. Біздің печеньеміз өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.